Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа тефтели дайындайтын боламыз. Өте дәмді, дайындалу жолы өте оңай және қарапайым заттармен. Бізге керегі пияз, картоп, сәбіз. Жақсылап тазалап, сырттарын ашып, жуып, турап аламыз. Бәрін тазалап болғаннан кейін өз қалауыңызша турайсыздар. Мен майдалау қылып турауға тырыстым. Келесі кезекте қазанымызды пешімізге қойып, сұйық май құйып, оның қызғанын күтеміз. Қызып тұрған сұйық майымызға ең алдымен біздің пиязымызды қызыл болғанша қуырып аламын. Қуырылған пияздың үстіне сәбіз бен тәтті бұрыштарымызды салып 5 минутқа қуырамыз. Оның артынша картоптарымызды салып қуырамыз. Картоптар қуырылып болғаннан кейін үстіне 2 қасық томат салып, бәрін бірге араластырамыз. Өз қалауларыңызша тоз, бұрыш, дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Бәрі қуырылып болғаннан кейін қайнап тұрған суды өз керегіңізше құясыз. Сорпамыздың құрамындағы заттар піскенше қақпағын жауып, тефтелилерімізді дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге керегі сиырдың еті, бір жұмыртқа және де күріш. Тұз бұрышын өздеріңіздің қалауларыңызша қосасыздар. Жақсылап араластырып болған соң домалақ шариктер істеуге кірісеміз. Қайнап тұрған қазанымызға дайын болған тефтелилерімізді салып, тағы да 20-30 минутқа крышкасын жауып қоямыз. Тамағымыз пісем дегенше тамақтың бетін сәндеуге укроптарымызды жуып, турап дайындап қоямыз. Дайын болған тамағымызды табақтарға құйып, бетіне укробымызды сеуіп, жеуге ұсынамыз. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.